Қоғамның кінәсі. ақш-та ірі сауда дүкенінен нан ұрлап қашып кетпек болған 14 жасар баланы тұтқындап жауапкершілікке тартады. Шешім қабылдамас бұрын судья баланың сөздерін тыңдағысы келеді. Бала мен судьяның диалогіне назар аударайық. Судья: неге ұрладың? Керек болды. Ұрламай-ақ сатып алуға болмас па еді? Сатып алуға ақшам болмады. Неге? Ақшаны ата-анаңнан алмадың ба? Үйде тек анам ғана бар. Ол да науқас, әрі жұмыссыз. Сондықтан нанмен қоса ірімшікте ұрладым. Сен жассың ғой, неге жұмыс істемейсің? Көлік жуатын орында жұмыс істегенмін. Науқас анамды қамқорлығыма алуыма рұқсат берілгеннен кейін оларға керегім болмай қалды. Өзгелерден көмек сұрап көрдің бе? Күн сайын ең кемі 50 мекенжайға кіріп, кез келген ең аз еңбек ақыға жұмыс сұраймын. Нәтиже аз. Ақыры ұрлық жасауға бел будым. Баламен сұхбаттасып болған соң сот мынадай шешім шығарды. Ұрлық, әсіресе нан ұрлығы өте ұятты қылмыс. Себебі бұл іске барлығымыз, залда отырған сіздер де мен де кінәліміз. Осы сотқа қатысушылардың барлығы $10 төлеуге жаза кесемін. Сол орындалғанша бұл залдан ешкім шықпайды. Ал аш баланы полицияға тапсырған сауда үйінің иесі $1000 айыппұл төлесін. Үкімді естіген бала көз жасын тия алмады. Сот екінші үкімді оқығанда бала тіпті толқып кетті. Жанарындағы жасты жастыруға тырысқан сот та соңғы үкімін оқыды. Егер адамды нан ұрлығы үстінде ұстап алсаңыз, онда сол адам, жалпы қоғам, мемлекет ұяттан өртену керек. Мәтінді аударған Әдемау Толысбаева. Жалпы бұл оқиға елімізде орын алмаса да, қандай ой түйдіңіз, қандай ғибрат алдыңыз оқиғадан? Комментарийге бөлісіп кетсеңіздер болады. Сөз соңын Ыбырай Алтынсарин атамның мына бір өлеңмен аяқтағанды жөн көрдім. Бәріміз бір адамның баласымыз, жігіттер, бір-біріңе қарасыңыз. Өмір деген 5 күндік өтіп кетер, атаң барған орынға барасыңыз. Қандай керемет өлең, ә? Тек қана отбасым үшін, өзім үшін дей бермей, жан-жақтарымызға қарияласып, қиналып жүрген бауырларға қолдан келер жәрдемді беріп жүрейік. Қаны бір қазақ ұлтым.